Коронавирус індеті тарап, пандемия күшейген тұста денсаулық сақшылары жанкештілік танытып, адам өмірімен күресті. Тіпті өз өмірін қатерге тігіп, кеселдің тырнағына ілінгендері де бар. Міне осында ел басына күн туған қиын кезеңде табандылық танытқан қазалық дәрігерлер де кәсіби мереке қарсаңында құрметке бөленді. Қазалда соңғы жылдары медицина саласына көп көңіл бөлініп, нәтижелі жұмыстар атқарылуда. Мәселен, типтік үлгідегі 150 орындық аудандық аурухана салынса, қазіргі күні 250 келушіге арналған емхана құрылысы жүргізілуде. Сондай-ақ аудандардың арасында ең бірінші болып жаңа технологиялармен жабдықталған ангиограф аппараты іске қосылды. Демеушілердің көмегімен оттегі станциясы салынып, көршілес Арал, Қармақшы аудандарына қызмет көрсетуде. Денсаулық сақшыларының басын қосқан жиында аудан әкімі саладағы салмақты жұмыстарды саралады. Сондай-ақ медицина мамандарын мерекемен құттықтап, игі лебізін жеткізді. Салтанатты шарада адам жанының арашасы болып жүрген антына адал дәрігерлерге құрмет көрсетілді. Соның ішінде аудандық емхана дәрігері Әсият Істелеу ұлттық медициналық ассоциациясының алтын дәрігер медаліне ие болса, бірқатар мамандар Нұр Отан партиясының және аудан әкімінің алғыс хатына ие болды. Бекарыстан дәрігерлік амбулаториясында дәрігер болып жұмыс жасаймын. Қазіргі таңда 18 жыл болды. Жұмыс жасап жатқаныма сол елде пандемияға қарсы былтырдан бастап жұмыс жасап жатырмыз. Халықпен дұрыс көзқараста халықты пандемияға қарсы жаңағы вакциналар егіліп жатыр. Соған байланысты толық қамтылып, күн-түні жұмыс жасап жатқанымызды осы медицина саласында бүгінгі дәрігерлер күніне жаңа елеп күн-түні жүріп қызмет жасағанымызды басшыларымыз елеп жатыр. Соған рахмет айтам. Біздер былтыр пандемия басталған кезде барлық үйлерді аралап, халыққа түсіндіріп, жақсы жұмыстар жүргізді. Күндіз-түні жұмыс жасадық, біз ешқандай сағатпен санасқан жоқпыз. Осы кезде де әлі де күндіз-түні біз жұмыста жүрміз. Сағатпен санасып жатқан жоқпыз. Мына біздерді аудан әкімінің және ауданның бас дәрігерінің осы істеген жұмысымызды елеп, осындай бізді марапаттауға шақырып жатқанына көп-көп рахметімді айтамын.